Қыздар, бүгін мен сіздерге өте тез ашытқысыз шелпек пісірудің рецептісімен бөлісемін. Қамыр ашытуды ұмытып кеткен немесе қолыңыз босамаған болса, бүгін жұма күні осы шелпекті тез-тез пісіріп дайындап жүрсеңіздер болады. Дрожжсыз рецепті көрсететін боламын. Ең бірінші бізге 1 стакан сүт керек болады, 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық ас содасы, және де 4 шай қасық қант. Енді жарты стакан ыстық су және де 1 жұмыртқа, 3 шай қасық майонезді қосып, 1 шай қасық разрыхлительді қосып, барлығын жақсылап араластырдым. Енді ұнды қосуымыз керек. Қыздар, ұнның тығыздығы әрқалай болады, сондықтан да мен сіздерге грамын есептеп айтқан жоқпын. Сіздер өздеріңіз сәл-сәлден қосып араластыра отырып қамырды илейсіздер. Қамырыңыз ең бастысы жұмсақ және де қолға жабыспайтын болса болды. Және де бұл қамырды илеп болғаннан кейін бетін жауып, белгілі бір уақытқа қоюдың керегі жоқ. Бірден кесіп, 7 бөлікке бөліп алып, осылай дөңгелетіп алып, бірден жая берсеңіздер болады. Жайған кезде әр шелпекті өте жұқа қылып жаясыздар. Өте жұқа қылып жаясыздар. Және де қызып тұрған майыңызға орташа отта, немесе орташа оттан да сәл төмен отта, жай ғана отта пісіріп аласыздар. Сәл ғана қызарғанша, сарғайғанша қуырып аласыздар. Барлық шелпекті де жұқа қылып жайып, барлығын пісіріп шығасыздар майға. Мінекей қыздар, мен 7 шелпектің барлығын қуырып алдым. Өте тез болды, және де өте тез болғанымен қоса, дәмі де өте керемет шықты. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Егер де шелпектің рецепті ұнаған болса, лайк басып кетіңіздер. Алдағы уақытта сіздерге өте оңай және дәмді рецептілермен қуантатын боламын. Aku step, Ma.